Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше әдіспен самса жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді, тұзымызды және жұмыртқамызды салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз және ұнымызды аз-аздан салып отырып, дәл осылай араластырамыз. Ал енді қолымызбен әдемілеп дәл осындай қамыр жасап аламыз. Қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа тындыруға алып қоямыз. Ал 15 минут өтті, енді қамырымызды алып, жақсылап жайып алатын боламыз. Ұндарымызды себіп, дәл осылай басып отырып жаямыз. Ал енді оқтаудың көмегімен жұқалау етіп жайып аламыз. Дәл осылай жақсылап барлық жерін бірдей етіп жайып алуымыз қажет. Достар, менің каналымда бұдан бөлек ыстық тағамдар, салаттар, десерт, торттардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецептер. Қамырымызды да жайып алдық. Дәл осындай жұқалау үлкен қамыр болады. Ал енді бұл жайып алған қамырымызға алдын ала ертіп алған сары майымызды барлық жеріне бірдей етіп жағып шығатын боламыз. Дәл осылай щетканың көмегімен жағатын болсаңыздар, өте оңай жағылады. Ал енді барлық жеріне майымызды жағып алғаннан кейін, дәл осы қамырымызды тең 4 бөлікке бөліп аламыз. Дәл осылай бірінші бөлігінен бастап орауды бастаймыз. Бірінен кейін бірін барлығын орап шығатын боламыз. Біздің қамырларымыз дайын болды. Дәл осындай болады. Енді 1-2 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Біздің қамырымыз 1-2 сағат тұрғанға дейін салмасын жасайтын боламыз. Ең алдымен дәл осындай еттерімізді турап аламыз. Және картоп саламыз. Турап алған пиязымызды салып, ішіне қалаған дәмдеуіштеріңізді қолдана аласыздар. Мен кашниш, қара бұрыш және тұз салдым. Және сұйық майымызды құйып, жақсылап дәл осылай араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Салмасына сіз өзіңіз қалаған затты жасай аласыздар. Қамырымызды дәл осылай ортасынан бөлеміз. Қатпарлары дәл осындай өте керемет болып шығады. Өте қатпарлы қамыр болады. Менің осы қамырымнан 12 штук самсалар шықты. Ал енді қамырымызды тәлекеге жинап аламыз. Қолымызбен кішкене басып-басып. Салафан пакетпен бетін жауып, қамырларымызды жаюды бастаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, мен тек қана шеттерін басып жатырмын. Дәл осылай шеттерін басың. Шеттері жұқалау болса, самсаларымыз өте дәмді болып шығады. Видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп жайып алсаңыздар болады. Кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер де болады. Достар, менің YouTube'тағы видеоларымнан бөлек, дәл осындай салаттарға онлайн мастер-класс курсым да бар. Бұл жерде 16 түрлі салаттар және 5 түрлі қолжетімді пирожниларды үйренетін боласыздар. Мастер-классқа қызығып жатқан болсаңыздар, комментарияға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын.
Ал енді қамырларымызды түйіп алатын боламыз. Салмамызды салып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп бір-біріне жабыстырып түйеміз. Түйіп алған, дайындап алған қамырымызды енді жіппен орайтын боламыз. Кішкене дәл осылай қысамыз. Енді самсамызды аударып алып, жіпімізді айландырып, дәл осылай орап алатын боламыз. Дәл осылай артын байлап аламыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Мен сіздерге тағы бір рет көрсетіп өтейін. Дәл осылай түйіп аласыздар. Ішіне салмасын қатты көп салып жібермеңіздер, қамырыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Дәл осылай түйіп алғаннан кейін жібімізді қоямыз. Және самсамызды қойып, дәл осылай айландырып түйіп аламыз. Өте оңай түйіледі, міндетті түрде. Сіздерде дәл осындай видеода көрсетілгендей етіп түйіп алыңыздар. Артқы жағынан дәл осылай байлап қоямыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Дәл осындай өте ерекше болып түйіледі. Дайындап алған самсаларымызды пергамент қағаз төселген формамызға жайғастырамыз. Және бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Ал енді мен әсемдік үшін дәл осындай алманың чуптарын дәл осылай қойып шығатын боламын. Бұны жасау міндетті емес, бірақ мен әдемі көрінсін деп жасап жатырмын. Қызып тұрған 200 градуста піскенге дейін пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз пісіп шықты. Дәл осындай қатпарлы, өте дәмді болып шығады. Пісіп шыққан кезде жібін алып тастасаңыздар болады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың көркін ашады, дәмі де ерекше болып шығады. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесін басып қойыңыз.